Ресей Телеграм негізін қалаушы әрі бас директоры Павел Дуровқа терроризмге сыбайлас болды деген айыппен халықаралық іздеу жариялады. Ресейде туған Дуровқа Украин барлау қызметтері мен экстремистер қолданатын арналар, чаттар мен боттарды бұғаттамады деген айып тағылуда. Мәскеудің мәлімдеуінше бұл платформалар бейбіт тұрғындардың өмірін қиған шабуылдарға себеп болған. Сонымен қатар Ресейдің тергеу комитеті чат-бот арқылы жасөспірімдерді террорлық және диверсиялық әрекеттерге тарту істерін бөлек тексеріп жатыр. Кремль саяси қарсыластарын терроризм немесе экстремизм бабымен жиі айыптайды. Көп жылдан бері шетелде тұратын Франция мен Біріккен Араб Әмірліктері төлқұжаты бар Дуров бұл қылмыстық істің саяси астары бар екенін айтты. Қазір 41 жастағы кәсіпкер Францияда тұрады. Ол бұған дейін Телеграмда заңсыз контенттің таралуына байланысты осы елде де құқықтық қиындықтарға тап болған еді.